Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл осындай сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Егер сіз творогты жақсы көретін болсаңыз, міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіз. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қаймағымызды және сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Бір келкі масса болуы керек. Енді алдын ала електен өткізілген қопсытқыш пен ұнымызды сұйықтықтың үстіне салып, түйіршік қалмайынша жақсылап араластырамыз. Дайын болған пирогымыздың қоймалжыңдығы шамамен осындай сұйықтықта болуы қажет. Енді біз массаны тапаға құйып, алдын ала дайындап қоямыз. Енді бізге пирогтың бетіне салатын начинкамызды дайындау қажет. Ол үшін бізге творог, 1 жұмыртқа, шекер және 1 қасық қаймақ керек. Жақсылап блендермен езіп, оны да 1 келкі түйіршіксіз масса етіп дайындап аламыз. Енді творогымызды кондитерлік қалташаға салатын боламыз. Кондитерлік қалташа бізге пирогтың бетіне творогты әдемілеп, әсемдеп құюымызға көмегін тигізеді. Сіздер де дәл видеодағыдай творогты пирогтарыңыздың бетіне құйып шығыңыздар. Дайын болған пирогты енді 180 градуста пештеріңіздің қызуына қарай 15-20 минутқа пісіріп аласыздар. Қараңыздар, міне пирогымыз дайын болып пісіп шықты. Өте тәтті әрі дәмді бәліш болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.